Осы инфо-цыгандар туралы бір база. Мысалы, адам айтса былай, мен өзімнің табысымды осы арбитраждан табам. Ал курсты жай ғана бір ішімдегі жақсылық жасау деген ниет үшін курс жасаймын, ол маған жай ғана ермек десе, олардың барлығы алаяқ. Әдетте адамдар алаяққа не үшін алданады? Алаяққа сондай ғажайыпты күтетіндер алданады ғой. Мен қазір 100 мың берем, маған 10 миллион қып қайтарады екен деген сияқты. Ондай өмірде жоқ. Өзімде жоқ ақшаны инвестиция жасамау керек. Өзімде жоқ ақша деген как раз таки, мысалы, кредит алып жасау, ол өзіңде жоқ ақша. Неге? Біріншіден, инвестиция деген, ол кез келген инвестиция жанында тәуекелмен қатар жүреді. Қарызға бірден алып инвестиция салсақ, анау жоғалып кетсе, болды. Ана жерге де қарызсың, ана жерде де түк жоқ болады да. Сондықтан қолда бар ақшаны инвестиция жасау керек. Адамдарға кішкене мынаның алаяқ емес екенін ұғу үшін кішкене андай критикалық ойлау деген болады. Сосын кішкене фундаментальный заттарға назар аудару керек та. Маған ақшаңды саласың, жылына 100% қайтады деп. Гарантиясымен деген. Гарантия деген сөз болса, сіз білесіз да, жанында алаяқпын деген сөз бірге жүреді да, дұрыс па? Қазіргі заман дейтін алаяқтардың заманы ғой негізі. Себебі Қазмұнайгаз деген сөзді қолданады да, приложение жасай салу оп-оңай. Жасадық приложение, ой, аты Қазмұнайгаз екен, түрі Қазмұнайгазға ұқсады, сатып алайық деп көбісі алдана береді да. Бірақ мынаның пробасы 585. Бұл дегеніміз мынаның құрамында 58.5% ғана алтын деген. Ал таза алтын деген әдетте пробасы 999-да 9 болады да, яғни 99-да 99% таза алтын болу керек. Сол инвестиция. Кім жаңағындай кішкене мұхлевать етеді, ой, мынау күшті, мынаште керемет табыс, осыдан мен ақшам 90%-ын табам да, курстан 10% табам дейтіндердің барлығы алаяқ. Арбитражбен айналысып жүрген адамдар өздері түсінбей алаяқ болып кетуі мүмкін. Қалай? Ерігіп, жатып, түк істемей, миллиондаған ақша тапқың келсе, ақшаңды жоғалтасың. Студент кезімде мен де сол ставкаға алданып, қарызға кіріп, сол өзім дейтін ударды алып алғаннан кейін осы қаржылық сауаттылығына көңіл бөліп, сол 17-18 жылдардан бастап ұдайы ақшамен жұмыс жасап келе жатқан адаммын. Қайырлы кеш, құрметті оқырмандар. Бұл Әшкере YouTube арнасы. Сіздермен мен заңгер Нұрсұлтан Орынбеков. Бұл Алаяқ.нет жобасы. Бізді бүгін қонақта белгілі кәсіпкер, инвестиция саласындағы елдің білімін қарапайым тілде еркін түрде жеткізіп жүрген Instagram еркін ТД, өзі Еркебұлан Әріпбай, көшбасшылық біздің досымыз. Қош келдіңіз, Ереке. Рахмет, қош көрдік. Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай, аман есенсіздер ма? Ереке, жалпы бүгін сізді эфирге шақырғанымыз біздің енді оқырмандарға, біздің Алаяқ.нет жобасының тұрақты көрермендеріне, жалпы халыққа осы қаржылық сауаттылықтың негізгі бір детальдарын үйрету. Оның ішінде қазір мен алаяқтармен күресіп жүргеннен кейін білеміз, көбісі арбитраж дегеннен көп алдандық деп жатады, трейдингті үйретемін дегендер, тез байып кетуді үйрететіндер, инвестицияны үйрететіндер, өзің жаңағы диагнозың кімге пір боласың деген секілді өздері инвестицияны біреуден оқып алып, оны біреуге тағы курстерін сататындар көп. Енді сол салада өзіңіз майын ішіп желегін шағып жүргеннен кейін сізден сұхбатқа кетіп шақырдық. Микрофон еркін, өз ойыңызды еркін айтып отырсаңыз. Все, пайдалы болады деген ниеттемін. Кімге пайдалы болады? Адушинский. Пайдалы болмаса да әйтеуір жаман емес уақыт өткізетін шығарсыздар. Біз де жаман емес уақыт өткізетін шығармыз, иә. Әрине. Ереке, енді бірінші сұрағымызды бастайықшы. Жалпы қарапайым дүниелерден бастайық. Жалпы инвестиция дегеніміз не? Қарапайым тілде біздің қазақша. Қарапайым тілде инвестиция деген ақшаңды бір жерге салып, оны уақыт өте келе көбірек қылып алудың мақсатында жасалатын іс-әрекет инвестиция. Мысалы, ең оңайы біз енді қазақ деген мал баққан елміз ғой, ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Сондықтан біз бұрынғы заманнан қазақ малға инвестиция жасайды. Бір қой алдың, өсірдің, 2 қой болды, сосын 4 қой болды, дәл солай өзінен өзі көбейе береді да. Өзінен өзі емес, енді бір малшың болса малшы бағады, болмаса өзің бағасын, дәл сол сияқты. Ақша деген, инвестиция деген тура сондай. Бір компанияға ақша салдық, сол компания жақсы жұмыс жасады, соответственно, біздің ақшамыз да жақсырақ көбейді. Дәл сол. Ал инвестиция деген нәрсе, менің білуімше, ол сенің бір артық ақшаңды пайдаға айналдыру, оборотқа салу. Ал көбіне бізде қалай, маған жазған оқырмандардың көбісі айтады, Нұрсұлтан мырза, соңғы ақшам еді, кредит алып салып беріп едім, баламның пособиесі еді, үйімді сатып, машинамды сатып салып едім, инвестиция көбеймеді, минусқа кетіп қалдым дейді. Сол қаншалықты дұрыс?
Біріншіден енді артық ақша деген терминді түсініп алу керек те, себебі артық ақша деген өмірде болмайды ғой, кімнің ақшасы артық жатыр да, ешкімде артық ақша жоқ. Енді артық ақша деген қалай Ереке, сөзіңді бөлейін. Мысалға өзінің жан бағу ақшасынан бөлек болады ғой. Әдетте қалай инвестиция жасайды, қалай жасамау керек, мысалы өзіңде жоқ ақшаны инвестиция жасамау керек. Өзіңде жоқ ақша деген как раз таки мысалы кредит алып жасау, ол өзіңде жоқ ақша. Неге? Біріншіден, инвестиция деген ол кез келген инвестиция жанында тәуекелмен қатар жүреді. Яғни біз өзімізде жоқ ақшаны біреуден қарыз қалып, банктен, басқа жерден қарыз қалып салатын болсақ, оны жоғалтып алатын рискіміз әрқашан болады. Біз оны 100% жоғалтпайсың деп айта алмаймыз. Сондықтан, егер де қарызға біреуден алып инвестиция салсақ, анау жоғалып кетсе, болды. Ана жерге де қарызсың, ана жерде де түк жоқ болады да. Сондықтан қолда бар ақшаны инвестиция жасау керек. Қолда бар ақша деген жаңағы сияқты. Жан бағудан, негізі ол минимальный комфорт дейді да. Осындай жан бағудан артық ақшаны салу керек. Әдетте мен қалай айтамын, мысалы, болады ғой, біреулер 200 мың табады, жетпей жатады. Біреулерге 100 мың тапса да жетіп жатады да. Демек, адамдарда ақшаға деген дұрыс көзқарас жасап алу керек. Мысалы, 200 мың тапсаң, 20 мың теңгесін инвестиция жасап қоюға болады. Бастысы ешқандай да ғажайып күтпеу керек. Міне 20 мың салдым, ойбай 2 жылдан кейін ол дейтін 20 миллион болады екен деп болмайды. Соны үйрен. Әдетте адамдар алаяққа не үшін алданады? Алаяққа сондай ғажайыпты күтетіндер алданады ғой. Мен қазір 100 мың берем, маған 10 миллион қып қайтарады екен деген сияқты. Ондай өмірде жоқ. Оған енді бізде жарнамаларда ерекше әсер етеді. Мысалға, бізде блогерлер жалпы түбін зерттемей жатып, мынау сіздің ақшаңызды көбейтіп береді, мынау инвестор деп айтып жатады, бірақ та сол инвесторлықты оқытам деген кісілердің өздерінің жаңағы портфель дейміз ғой, біз сұрауға құқығымыз бар ма, қалай ойлайсыз? Енді сіз көрсетесіз ба, мысалға, егер сізге оқимын деген кісіге? Конечно, сұрауға кез келген адамның құқығы бар ғой, оны сіз көбірек білесіз, бірақ көрсетуге, көрсетпеуге адамдардың да өздерінің құқығы бар. Мен жеке көрсетем. Мысалы, осындайды алып жатырмын, осындайды мен әдетте сатпаймын енді. Мен пока жаспын ғой. Жас кезімде инвестиция жасап, оны мен кейін есейгенде сатам деген ойым бар. Әзірге сатпаймын, бірақ нені сатып алып жатырмын, қаншаға сатып алып жатырмын ай сайын, оның барлығын мен көрсетем. Енді ол адамға байланысты. Егер де біреудің саған сенгенін қаласаң, біреу саған сену үшін сен адал болуың керек, дұрыс па? Адалдықты қаласаң, ашық болуың керек. Дәл сол сияқты. Енді мен түсінемін, қазіргі заманда сен адал болмасаң да адал ұқсап көріне салу оңай. Мысалы, қазір портфельді сұрайсың да, ол өзінікі емес, любой басқа біреудікін скрин жасап көрсете салуы мүмкін. Біз оны біле алмаймыз ғой, экранның сыртында тұрып та. Сондықтан адамдарға кішкене мынаның алаяқ емес екен ұғу үшін кішкене андай критикалық ойлау деген болады. Сосын кішкене фундаментальный заттарға назар аудару керек та. Мысалы, біреулер айтуы мүмкін. Маған ақшаңды саласың, жылына 100% қайтады деп. Гарантиясымен деген. Гарантия деген сөз болса, сіз білесіз да, жанында алаяқпын деген сөз бірге жүреді, дұрыс па? Немесе, мысалы, қор биржасындағы мықты компаниялар жылына 25%, 30% қайтаруы мүмкін. Мысалы, жылына 100% қайтарам, 50% қайтарам десе, значит, бірдеңесі таза емес. Не то. Тым көп табыс дегеннен қашу керек. Табыс неғұрлым көп болса, риск да соғұрлым көп. Ең алтын ереже. Рискің азырақ болсын дейсің ба? Азырақ табыс. Енді жаңағы айтып жатырмыз, жаңағы сатып алу, сату деген трейдинг деген ұғым осы жақтан шығады ғой. Яғни сіз трейдер емессіз, Мен трейдингмен жасағам, бірақ уже ондаймен айналыспаймын. Неге десек, ол өте қиын жұмыс. Эмоцияны көп талап. Айналыса алмайды ғой дей трейдингпен мысалы. Айналыса алады, просто айналысқан 100 адамның 10-ы бір табыс жасайтын шығар, 90%. Неге алып келе жатырмын? Бұл жерде мен қоятын сұрағым, жалпы трейдингпен, акция, инвестициямен, облигациямен айналысу үшін адамға бір базалық экономикалық білім қажет па деген ұғым ғой негізі. Трейдингмен айналысу үшін не то что базалық, терең кішкене білімдер керек. Инвестицияға кішкене азырақ. Себебі инструменттер көп та, анандай мынау жаңадан бастайтындарға арналған инструмент, мынау орташа білімге, мынандай деген сияқты. Сондайды қарау керек. Себебі мысалы шетелдерде бар ғой, мысалы Америкада халықтың 50% осы акция, облигация, инвестициямен айналысады. 50% керемет білімді деп айта алмаймыз ғой. Бізде де сондай. Конечно, бірақ Америкада қай уақыттан бері қалыптасқан? Сол тарихын айтайын деп отырмын. Ол где-то бір 200-250 жыл бізге жаңадан келіп жатыр. Сондықтан әрине білу керек.
керек. Мысалы инфляция деген не, мысалы да, там девальвация деген, мен девальвация мен инфляцияны шатастырады да, сондай базовый заттарды әрине шатастырмау керек. Мысалы көп адамдар бізге келеді енді, кредит алады да қанша пайызбен алатынын білмейді да, хотя бы қанша пайызбен алатыныңды білу керек, ұлттық банк қанша пайызбен жасап жатыр, сондай банальный заттарды білу керек. Онсыз жасамаймыз. Пайызды тек сүттің сыртында ғана есімен білеміз. Пайыз деген сырттың сыртында. Содан кейін анандай да, ойбай пайыз десе харам деген сияқты дүниелер да, ол енді сан ғой, жай ғана санның қатынасы. Сондай банальный заттарды білмесең, инвестиция жасамай қойған дұрыс. Сұрадық, инвестиция, трейдинг деп жатырмыз. Ал елімізде қазір жалпы біз мемлекетте жағдай жасап жатыр. Бірақ мемлекеттің жасаған жағдайында алаяқтар пайдаланып жатыр да. Халықтық IPO дейді, Тоқаевтың аузын жыбырлатып қойып. Мен де аузын жыбырлатып салған ғой. Кеше ғана бір видео салдым. Мен атымды Булат деп шығартты да, Булат 14 миллион 800 мың тауып апты деп. Ондай жоқ, мен Булат емеспін. Сондай ғой, қараңызшы енді. Тіпті Тоқаевтың өзін жыбырлатып қойып, халықтық IPO осы жаққа салыңыздар деген секілді елдерді сондай бір кәдімгідей алдайды да, соған елдер сеніп жатады. Енді мен таң қаламын. Енді оның енді алданып қалма, адамның жеке жауапкершілігінде ғой. Ал мемлекет бізге қаншалықты соған, мысалға айтып жатсыз ғой, 2 жыл алдын Америкада болған дүние бізге енді келіп жатыр деп. Бізде мемлекет жасап жатқан жағдай қалай? Жаңа IPO болсын, акция, облигация болсын. Бізде көп жағдай жасалады. Мысалы, Қазақстанның ішінде, Қазақстанның нарықтарынан, нарықты біз биржа дейміз. Қазақстанның биржасынан акцияны сатып алсаң, мысалы 2050 жылға дейін салықтардан босатыламыз. Сол акцияның салығынан. Шетелдікін алсақ, шетелдікін алып пайдамен сатсақ, сол пайдамыздан салық төлейміз. Сол сияқты жағдайлар бар. Содан қазір енді көп компаниялар, жаңа IPO деген не? IPO деген компания өзінің бір бөлігін халыққа сатады. Сөйтіп біз компанияның иесі боламыз да. Сондай IPO-ның мүмкіндіктері де көбейіп жатыр. Жақсы жағдай жасалған. Бірақ әрине ондайды алаяқтар қолданады. Қазіргі заман дейтін алаяқтардың заманы ғой негізі. Себебі Қазмұнайгаз деген сөзді қолданады да, приложение жасай салу оп-оңай. Жасадық приложение, ой, аты Қазмұнайгаз екен, түрі Қазмұнайгазға ұқсады, сатып алайық деп көбісі алдана береді да. Немесе жаңа Каспийдің атын қолданып, Каспий Профит деген қазір алаяқтар бар да, сондайлар шығара береді. Енді алаяқтарды, оны мен үкімет емеспін, үкіметке байланысып жоқ, сондықтан тоқтатудың механизмдерін білмеймін, бірақ одан қорғанудың жолдарын білемін да. Қорғанудың ең жақсы жолы жаңағындай да, банальный, базовый принциптар. Тым көп пайдама жоламаймыз. Бір затты білмейміз ба, жоламаймыз. Білмеген затыңа ақша салғаннан гөрі барда білетін сол ақшаңа барда, білмеймін, білетін киіміңді сатып ал. Ол жақсырақ та, білмеген затқа ақшаны, білмеген затқа жоламаған дұрыс. Алаяқтан қорғанатын ең жақсы жол. Мен енді сіздің әлеуметтік желіңізді қарап отырамын да, көбінесе көзім түседі алтынға инвестиция саласыз. Мысалы, соған ақшаға барып кәдімгі алтын сатып аласың, алтынды біледі ғой адамдар, барып алтын сатып ала сал да лучше. Ол бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, ол әшекей деп, мойынға тағатын алтын сақина ол әшекей, негізгі инвестиция ол жаңағы пластик алтындар деген, ол қаншалықты дұрыс, соны айтсаңыз. Енді ол мысалы құрамына байланысты ғой, мысалы біз мынау алтын мысалы да, мынау алтын, бірақ мынаның пробасы 585. Бұл дегеніміз мынаның құрамында 58.5% ғана алтын деген. Ал таза алтын деген әдетте пробасы 999.9 болады да, яғни 99.99% таза алтын болу керек. Сол инвестиция. Айырмашылығы неде? Егер де мен мынаған инвестиция жасаймын деп сатып алсам, уақыт өте келе бұның бағасы түседі. Неге? Мынау жай ғана қоспа. Бұл ешкімге керек емес. Ломбардқа бірдеңеге өткізуі мүмкін, 2 есе бағасын төменірек. Ал қарапайым алтынды сатып алсақ, жаңағыдай тап-таза алтынды сатып алсақ, ол бағалы металл. Оның бағасы уақыт өте келе ақырын көбейе береді. Әрине, жыл сайын көбейеді деп айтпаймыз. Бір жылы көтеріледі, бір жылы түседі, бірақ 5-10 жылда ол бағасы түскен уақытын көрген жоқ ма алтынның көбейіп жатыр? Түсті, сондай уақыттар болды. Болды ма? Иә, ол енді экономика циклдан тұрады ғой. Кейбір бай дейміз, енді барлық жерге ақшасын салғандар, мынандай сағаты, Rolex сағаттар сіздің қолыңызға, алтын сағаттарға, сонда брендтерге инвестиция алады. Ол қаншалықты дұрыс? Мысалға, жарайды, түсінеміз. Брендтің акциясын сатып алу, жаңағы Starbucks'ның акциясын сатып алу деген нәрсені түсінеміз. Ал бірақ
мынау Rolex сағатты қалай сатып алу арқылы оған біз инвестор бола аламыз деген сұрақ туындайды. Иә. Но енді Rolex-ың да түрі болады. Rolex-ың енді түрлері көп қой. Соның арасында бағасы көтерілетін Rolex-тар болады, бағасы түсетін Rolex-тар болады. Әдетте мысалы статистикаға қарайтын болсақ, Rolex-тың Datejust деген модель болады. Сол ең арзан модельдардың бірі. Ең арзан деген ол ең ликвидный. Ликвидный деген сөз сатып жіберу оңай да оны. Мысалы BMW мен Toyotаны салыстырсақ, Toyotаны сатып жіберу оңай ғой, ликвидный. Сол сияқты Rolex Datejust сондай. Оның бағасы соңғы 10 жылда өте жақсы көтерілген. Яғни Rolex-ың сағаттары қандай? Ол жаңасы болсын, қолданылған болсын, ол бағасын жоғалтпайды да, жаңағы Datejust деген. Сондықтан әдетте мысалы артық ақшаңыз болып тұрса, айталық сіздің артық $30,000 болса, соның $10,000 сағат сатып алудың ешқандай сөкеттігі жоқ та. Себебі ол алтын сатып алған сияқты, уақыт өте келеді, оны сатып жіберіп, наличка ақша шығарып алуға болады. Бірақ тоже білу керек. Мысалы, подделканы барып сатып алуға, немесе сол Rolex-тың ішінен бағасы көтерілмейтін модельдарын сатып алуға, немесе қымбат сағаттың бәрі күшті екен деп, мысалы, бренді мықты емес сағаттарды сатып алу, ондайларға болмайды. Кішкене тоже Қарау керек дейсіз ғой. білу керек қой, оны да зерттеу керек. Енді Ереке, жалпы бүгінгі әңгімемізді сізге хабарласқан кезде айтқаным 3 тақырып аясында қозғасақ дедік қой, жаңағы акция, трейдинг, одан кейін арбитраж. Енді мойындау керек, соңғы уақытта мына оқырмандарым жақсы біледі, арбитраж үйретем деп сан соққан, біраз ақшасын алған адамдар бар. Тіпті жалпы көлемі 1,5 миллиард, тағы бір кісіде 1 миллиардтан астам адам сан соғып қалды да. Ал рекламасында күнде $20,000 артық табыс тауып отырасыз деген әдемі реклама болды. Ол қалай? Арбитраж дегенімізді қарапайым тілде түсіндіріп беріңізші бізге. Иә, ол үшін мен мына бір база айтсам бола ма? Вообще жалпы осы инфо-цыгандар туралы бір база. Мысалы, адам айтса былай, мен өзімнің табысымды осы арбитраждан табам. Ал курсты жай ғана бір ішімдегі жақсылық жасау деген ниет үшін курс жасаймын, ол маған жай ғана ермек десе, олардың барлығы алаяқ. Мысалы, мен де курс жасаймын, қаржылық сауаттылық деген курс жасаймын да, бірақ мен ашық айтамын. Мен курс арқылы, білім мектеп арқылы ақшамды табам. Тапқан ақшамның бір бөлігін инвестиция жасаймын. Ашық айту керек та. Кім жаңағындай кішкене мұхлевать етеді, ой мынау күшті, мынаште керемет табыс, осыдан мен ақшам 90%-ын табам да, курстан 10% табам дейтіндердің барлығы алаяқ. Ол арбитражды үйрететін болсын, Каспийді үйрететін болсын, нені үйретсе де сөйтіп айтатындардың барлығы алаяқ. Сөйтіп айтатындардың ең көп бөлігі әдетте сол трейдерлардың, арбитражниктардың арасында көп кездеседі. Сондықтан ең біріншіден просто курс жақсы екен, білім жақсы екен деп курс жасағанның бәрінен ала беруге болмайды деп ойлаймын мен. Кішкене инфо-цыгандарды ажырата білу керек. Бұл бір. Екіншіден, арбитражға келетін болсақ, жалпы сіз білесіз да, заң жағынан сіз жақсырақсыз ғой. Арбитраж туралы, арбитраж деген не десе қарапайым тілмен, обмен валюты деген бар ғой көшедегі. Сол обмен валютыдың электронный түрі ғой. Криптовалютаны айырбастайды сізге. Соның ортасынан анау обменниктер комиссиясынан ақша табады ғой. Тура сол сияқты бұлар да комиссиясынан ақша табады. Бірақ бұлар ақша табу үшін ондаған, жүздеген миллион теңгемен жұмыс жасау керек. Қарапайым адам қолында 2 миллион теңгесі болса, түк те таба алмайды. Бұл біріншіден. Екіншіден, менің білуімше, бізде ондай арбитражбен айналысу кішкене серый зонада заңда. Себебі МФЦ-ның территориясында ғана айналысуға болады, оның сыртында болмайды деген сияқты ма бір заңы бар. Сондықтан сол жерден абай болыңыздар. Үшіншіден, арбитражбен айналысып жүрген адамдар өздері түсінбей алаяқ болып кетуі мүмкін. Қалай? Мысалы, жаңа обменниктер тұр да, түріміз жоқ қой, сіздің кошелегіңіз бір сан цифра, менің кошелегім бір цифра, ауыстыратын бір цифра. Мен тұрамда, мысалы, мен емес бір. Олег деген бір жігіт тұрады да, бір апаларға айтады, звондайды да апаларға. Алло, здравствуйте, саламатсыздар ма? Сіздерге биткоин керек па дейді. Биткоин деген не шырағым десе айтады, о, биткоин деген күшті, маған Каспийма 50 мың жібересіз, сізге мен қазір биткоин берем, 4 күннен кейін оны 500 мың қылып сатасыз дейді. Сосын ана апа тұрады да, о, мынауың күшті екен, давай Каспийіңді жіберейін дейді. Сосын мына Олег тұрады да, арбитражник бар ғой жаңағы, оқып алған арбитражник. Соның Каспийін ана апаға жібере салады. Ана апа 50 мыңды былай, сол арбитражниктің Каспийіне жібереді. Ана арбитражник білмейді ғой енді. Ол тұрады да Олегқа биткоин жібереді, мысалы да. Ертең ана апа сияқты
мынаның каспиін, мына арбитражниктің каспиына жіберетін ана апа сияқты 10 апа болған кезде олардың барлығы алданады ғой. Алданғанда олар кімге арыз жазады? Олекті білмейді ғой, номерін ғана звондайды. Ананың каспиін біледі. Ана байқұс арбитражник арыз жазады, сол арбитражниктің артынан уже іс қозғала бастайды. Бұл жерде енді азаматтық қарым-қатынас сондайлар болып кетеді да. Сондықтан ол жерде тәуекелі өте көп, рискі өте көп, сонымен қатар үйретемін деп жоқ болып кететін алаяқтар да өте көп. Тура сол базаға қайттан ораламыз. Ерігіп жатып түк істемей миллиондаған ақша тапқың келсе, ақшаңды жоғалтасың. Басқа жол жоқ, анандай болмайды. Күшті историялар. Ойбай, мен қазір ерігіп жатып миллиард ақша тауып жүрем деген болмайды. Ойнап жүріп ақша табу деген жоқ дейсің. Өмірімде көрмеппін мен ондайды, бар ғой. Ойбай, ерігіп жатып миллиард табамын деген. Еңбек етсең емерсің дейді ғой. Еңбексіз мен білмеймін ондай. Ондай историяны өмірімде көрген жоқпын, сондықтан айта алмаймын. Енді қысқа нұсқа Ереке, өзіңіздің осы акция саласына келу жолыңызды түсіндіріп жіберсеңіз. Айттыңыз жаңағы МИТте оқыдым дедіңіз, одан кейін Назарбаев университетінде оқыдыңыз. Әрине бұл үлкен білім ордалары, сол жерден қай мамандық бойынша осы саланы ма, жалпы осы салаға қатысты ма, соны жалпы өзіңіздің қысқаша историяңызды айтып, осы бүгінгі сұхбатымызды қорытындыласақ, себебі біздің сұхбаттың форматы сондай, аз уақыттың ішінде көп ақпарат беру. Мына надеюсь пайдалы болды деп ойлаймын. Мен қысқаша айтатын болсам, мен экономист мамандығым. Яғни мен өзім саламында жұмыс жасап жатырмын деп айтса болады да. Керемет. Мен Назарбаев университетінде де экономика мамандығын оқыдым. Кейін МУИТта проект менеджмент оқыдым, бірақ соның ішінде кішкене финансовый менеджмент жағын оқыдым да. Сондықтан экономистмін. Экономист, қаржы саласындағы адаммын, сол өмір бақи соны оқып келе жатқан. Сол. Ал жалпы бұл салада практикасына қашан келдім десек, барлығы да мен танитын кісілер біледі, 2018 жылдан бері ақырындап инвестиция жасап келе жатырмын. 2018 жылдар мен анау шетелге достарым барып келіп, содан ақшасын салып, жақсы ақша жасап алған, соларға қызығып бастаған. Ол кезде бізде брокерский счет деген ашу қиын болған, енді там қағаз жіберіп, оны суретке түсіріп жіберіп, қол қойып, сондай ашқанбыз. Содан бері міне шүкір инвестиция жасап келе жатырмын. Тек қана инвестиция емес, жалпы негізі инвестиция деген ол қаржылық сауаттылық деген үлкен ұғымның бір бөлігі ғана ғой. Жалпы кезінде бір студент кезімде мен де сол ставкаға алданып, қарызға кіріп, сол өзім дейтін ударды алып алғаннан кейін осы қаржылық сауаттылығына көңіл бөліп, сол 17-18 жылдардан бастап ұдайы ақшамен жұмыс жасап келе жатқан адаммын. Сол негізгі жаңағы айтқаным сияқты қазір де көрсетіп жүрем, барлық жерде парақшама кірсеңіздер болады. Осы мынандай инвестиция жасап жатырмын. Мына жерде қызыма, 1 жасар қызыма осынша ақша ай сайын саламын, өзіме осынша ай сайын саламын деп, солардың барлығын көрсетем. Сол. Ол инвестицияға ақшаны қайдан аласың десеңіздер, вот менің қаржылық сауаттылық мектебім бар. Сол жақта адамдар келіп оқиды, солардың маған адал тапқан ақшамды сол жерге салам. Дәл солай. Олар да табыс табады, Олар да, енді инвестиция деген ол қысқа уақыттың табысы емес қой. Олар біріншіден историясы көп. Мысалы, біреулер келеді да, менің кредитім көп еді, соны там құтылатын бір әдеттер, соларды келіп үйренеді. Содан кейін параллельно тек қана инвестиция емес сізде, қаржылық сауаттылық қой. Келеді да, там параллельно сол кредиттің проценттарын есептейді, сөйтіп кішкене досрочно жабатын жерлерін сөйтіп жабады, әйтеуір қаржылық жағдайларын түзетеді. Біреулер вообще ақша жинай алмаймын дейді, ақша жинайды да, акция арқылы жинайды. Біреулер пассив кіріс жасағым келеді дейді да, бірден көп ақша салады инвестицияға. Енді әркімнің қаржылық сауаттылығы оны индивидуально болады ғой. Бірақ сөйтіп олар кішкене капиталдарын жинайды. Былай күнделікті ақша табады дегеннен гөрі капитал жинайды деген жақсырақ шығар. Себебі далаға кетіп жатқан ақшаны далаға жібермейді. Оның орнына облигация, акция сатып алып қояды. Оның біреуінің бағасы өседі, біреуінен пайда түседі. Енді әркімнің историясы әртүрлі. В общем, сондай үйретем. Сол дүние кішкене қазірге миссиямыз, жақсы дүниемен айналысып жатырмын деп ойлаймын. Біздің көшбасшы жігіттердің жерде қалған жоқ. Бірі заң саласында, бірі қаржы саласында, бірі баспана саласының эксперттері. Өзіміздің алдағы ағамыздың бір Дәулетті білесіз, бәріміз араласып құраласып жүрген Оланды білесіз. Солардың қатарында Астана өзіңіз келіп жатыр екенсіз. Қош келдіңіз Астанаға. Баспана жағын вообще білмеймін, бар ғой. Өзіме жақында үй сатып алдым. Прям ұзақ іздедім. Өте ол жерден де өте үлкен білім керек. Менде именно баспана саласында ондай білімім қатты жоқ. Бірақ енді сіз баспанаға инвестиция салмайсыз ғой, получается, Салам, бірақ анандай да, ол жерде енді мен енді ол кішкене тереңірек бойлау керек ақшаға. Андай ақшада asset allocation деген болады. Ақшамызды бір ғана активке салып қоймай, әр түрлі активтерге бөліп салу.
сол баспана жағынан сол активтердің бірі баспана, бірі криптовалюта, біреуі жаңа Rolex бірдеңе деген сияқты, алтын деген сияқты сондай альтернативный инвестиция, біреуі акция, облигация, сондай әртүрлі жаққа бөлем ақшаны. Мінекей, құрметті оқырмандар, бүгін өте пайдалы сұхбат болды деп ойлаймыз. Еркін сондай ниет бар. Еркін ТД деп инстаграмға терсеңіздер шығады. Еркебұлан Әріпбай біздің жақын досымыз, және де осы қаржылық сауаттылық саласында елдің көзін ашып жүрген именно инвестиция, акция, облигация дегендердің тағы да сөз басында айттық қой, жілігін шағып майын ішіп жүрген азамат. Сол салада береріңіз халыққа көп болсын, айтқандай жаңағы алаяқтар аз болсын, өзіңіз секілді адамнан жұмыс істейтін жігіттер көп болсын. Алаяқтық туралы арам ой келетін болса бірден алаяқнет жобасы бар екен, ұмытпаңыз. Сіздермен болған алаяқнет жобасы әшкере YouTube арнасы. Осы видеоны көріп жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз, себебі бұл өмірлік пайдалы нәрсе. Бір зат айта салайыншы, тағы бір қайталап, білмейтін затқа ақша салмаңыздаршы, пожалуйста. По-любому жоғалтасыздар. Білмейтін затқа ақша салудың қажеті жоқ. Біздің дәстүрлі түрде айтатын сөзіміз, алданып жоқ іздегенше, алданбайтын жол іздеңіз. Сау саламатты болайық. Рахмет. Дұрыс.